Балам, енді саған білім алатын кез келді. Сондықтан бүгін отырарға жолға шығасың. Олжа, електі мен аттым. Атым Жанай. Белдескенде аты бұрам. Қалай болса солай. Қысқасы, анау мынау, талқан палау, тірлік бірлік жасаймыз. Отырар әміршісі келеді. 300 қадам, бұрыштама өлшеміз 25. Атыңдар. Сен ақылдың күшті екенін енді түсіндім. Отырар кітапханасында соғыс өнері туралы кітап бар екен. Сол кітаптағы сызбаны алу керек. Оқтың ба? Жарайды. Bir жолын табармыз. Ей, тоқтаймын деп айтпадың ба? Әке, жылқыларды көріп келдім. Бастау жақта жайылып жүр екен. Түнде шөп басына шық түсті. Демек, ауа райы жақсы болады екен. Оны байқағаның дұрыс. Айбол, Ау, бері келші. я әке. Балам, енді саған білім алатын кез келді. Сондықтан бүгін отырарға жолға шығасың. Сондағы ескі досым ұстаз ғой. Соның қолына барасың. Тамаша! Отырардан әкелген тәтті бәліштің дәмі. Сондағы ескі досым ұстаз ғой. Соның қолына барасың. Тамаша! Отырардан әкелген тәтті бәліштің дәмі әлі аузымнан кеткен жоқ. Жақсылап тоятын болдым. Хе-хей, баламысың деген ай. Жақсы білім алсаң, бар өмірің тәтті болады. Түсіндім, әке. Көзің бақырайып, сен кімсің? Қайдан жүрсің? Мен Айболмын. Атып алған олжамды алғалы келдім. Бауырым құланбаш, қайдағы олжа? Електі мен аттым. Жоқ, елікті құлатқан менің жебем. Мұрныңды бет қылар ма едім? Жарайды, жүр көрейік. Мен құлаттым дейді ғой. Жарайды, жүр көрейік. Мен құлаттым дейді ғой. Мәссаған! Екі жебе қадалған ба сонда? Я, екі жебе бірде қалай тиген? Енді не істейміз? Төбелесеміз бе?
сенің есімің кім? Атым Жанай. Белдескенде атып ұрам. Қалай болса солай. Олай болса, Жанай, біз бөлісті ата жолына салып көрейік. Ата жолы ол қалай. Қасымыздан ешқандай қара көріп тұрған жоқпын. Мысалы, сен қай жылы туылдың? Барыс жылы. Мен де барыс жылы. Ал қай айда? Наурыз. Мен жаздың шілдесіне дүниеге келіппін. Демек, ол жаз сенікі. Қалайша? Сен менен 3 ай үлкен екенсің. Ал бізде жас үлкенге жол береді ғой. Тоқты. Жоқ. Айбол. Бұл әділетсіздік болады. Екеуміз де құрдас екенбіз. Олай есептегеніміз дұрыс емес. Енді не істейміз? О, таптым. Ешкі бақтым. Сен қайдан боласың? Сонау Қаратаудан, Сіргелі жайлауынан. Демек, олжа сенікі. Өйткені сен қонақ екенсің. Ал қазақ қонағын сыйлаған. Ал сен қайдан боласың? Қаратау да емес, Алатау да емес. Тіпті Ұлытау да емес. Мен Келі Қазғұрт тауынан. Қазғұрт тауы бұл жерге жақын емес. Демек, сен де қонақсың. Жарайды. Ендеше бөліп аламыз. Келістік. Бірақ менің жебем тереңірек кірген сияқты. Мен отырарға оқуға барам. Онда екеуміз де мәз емес екенбіз. Менің де оқуға зауқым жоқ еді. Қымыз ішіп, ет жеп, кекіріп жүретін кездер қалды. Енді кітапқа шұқшиып отыратын болдық. Қасқырлар, қашу керек. Бір ғана қасқыр. Қазір мен оны атып алам. Жанай, қасқырлар жалғыз жүрмейді. Тез қашайық. Қаспа, қазір мергендігімді тағы бір көресің. Айттым ғой саған. Айбол, жаңа сен қашайық дедің бе? Иә, қаштым. Жанай! Жануар! Ағашқа байық, Жанай! Құтылдық ау әйтеуір. Кеттік. Мұнда керуендер неге көп? Неге бәрі сандалып жүр? Бұл Ұлы Жібек жолы. Күн шығатын жерден бастап, бататын жерге дейін созылған жол. Осы жол арқылы мыңдаған елдер бір-бірімен араласып жатыр. Өй, бәрі ерігіп жүргендер ғой. Демек біз сыр бойына жақындадық. Отырар да алыс емес болар. Иә, кет. Шу жануар. Айбол, әне, отырар көрінді. Келіп қаппыз ғой. Балалар, келіңдер.
Қанеді екен үлкен? Мәссаған! Зәулім үйлерін қарашы. Сен не мұнда? Бірінші рет келуің бе? Иә, алғаш келуім. Олай болса мен саған отырардың талай жерін көрсетем әлі. Бұл жердің жігіттері мені жақсы таниды. Талайын сындырғам. Қысқасы, анау мынау, талқан палау, тірлік бірлік жасаймыз. Айбол, сен баратын үй қайда еді? Әкем, диірменнің қасында деген. Ол қалып кеткен албай жер ғой. Жарайды, онда сен тура кетесің. Осы жол диірменге апарады. Абай бол, ертең жолыққанша. Сау бол, Жанай. Қайтеді?